Жалпы әдеп жөніндегі кеңеске үлкен рөл берілген, және де оның құрамы жалпы жұртшылықты толғандыратыны рас, әсіресе мемлекеттік қызметшілерді. Айта кету керек, әдеп жөніндегі кеңестің құрамына жаңа азаматтық институт өкілдерін, атап айтқанда үкіметтік емес ұйымдары, қоғам қайраткерлері, сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, оларды кіргізу бұл өте маңызды басым бағыт болып табылады. Және де айта кету керек, әдеп жөніндегі кеңес ең бастысы әділдікті талап етеді. Бұл жердегі негізгі рөл мемлекеттік қызметшілердің әрбір ісіне дұрыс оң баға беру, және де олардың құқықтарын бірінші кезекте қорғау. Яғни кеңестің негізгі жұмысы ол жазалау емес, керісінше мемлекеттік қызметшінің іс-әрекеті дұрыс болса, оны ақтап алу. Сол себепті осындай әр саланың өкілдерінің осы институтқа кіріп, сол салада осы мемлекеттік аппаратты қалыптастыруда, сапалы жаңағыдай қызмет көрсетуде, сондай-ақ билік пен жұртшылық арасында байланысты нығайтуда осындай үлкен мән беріліп отыр. Және де болашақта ол жұмыс әлде де жандануы тиіс. Біздің негізгі мақсатымыз осындай заңсыз әрекеттерді болдырмау, және де егер де кінәсі дәлелденген жағдайда, онда әрине кінәлі тұлғаларды тәртіпке шақыру. Осылай қоғамның назарын аудартып отырған қазіргі қоғам мүлде басқа. Сол себепті қоғам институттарымен осындай жұмыстар нәтижелі болатынына алдағы уақытта сенім мол.